Кеш қарайған шақ. Шамның әлсіз жарығынан ба, палата іші сүреңсіз. Жалғыз кереуетте бір келіншек жатыр. Ыңырсиды, ыңыранады. Бір уақытта қинала көзін ашты. Дүние төңкеріліп жатқандай, қозғалайын деп еді, әлі жоқ. Көзін қайта тарс жұмып алды. Ештеңе түсіне алар емес. Бір кезде еміс-еміс есіне түсе бастағандай ішін ұстап көрді. Келіншек дауыстап жылап жіберді. Медбике келіншектің оянғанын күтіп отырған. Дауысын естіген бойда темір ыдысқа салынған дәрі-дәрмегін ала ішке ентелей кірді. Тұрдың ба? Бір жерің ауырып жатыр ма? Жауап жоқ. Келіншек егіліп жылай береді. Дәртін егіп, қан қысымын, температурасын өлшеген медбике есіктен шығып бара жатып, бойын аяныш сезім биледі ме? Сабыр ет, жассың ғой, әлі талай балалы боласың, уайымдама, деп өксігін баса алмай жатқан келіншекті жұбатқандай болды да шығып кетті. Сол күні келіншектің зарлы үні өзге палатадағылардағы науқастарға да естіліп жатты. Әлияның тұрмыс құрғанына біраз болған, алайда балалы болу бұйырмай жүрген еді. Күйеу Жандостың да көңілде бір алаң бар тұғын, бірақ сүйіп қосылған жарына ештеңе білдіргісі келмейтін. Алайда күйеуінің де, енесінің де көңілдерінде әлде бір күдіктің барын Әлия сезбейді емес, сезеді. Кей кездері қатты қиналғанда күйеуіне басқа әйел ал деп айтқысы да келетін. Сүйіп қосылған жарының ұрпақсыз қалғанын да қаламайды. Өзі жатқан ақ төсегін өзге біреуге де қимайды. Алланың қалауынан асып кім кете алсын? Қандай амал жасамасын құрсақ көтере алмай біраз жүрген еді. Әлия бар әл күшін жинап тұрмақ болып еді, басы айналып тұра алмады. Денесінің ауырлығын сезініп құлап барады. Қайта жатты, жылайды. Біресе ыңырсиды, біресе оң бүйіріне, біресе сол бүйіріне аунақшиды. Әрбір қозғалған сайын темір кереуеттің сықырлаған дыбысы палата ішінде жаңғырып, оның қайғысымен бөлісіп тұрғандай. Әрлі-бері жүрген адамдар, у-шу. Досаева, Қалиева деп медбике әлдекімдер шақырып жатыр. Көбір сыбыр оянып кетті. Таң атыпты. Кешегі жағдайда қарағанда бүгін күйі әжептәуір жақсы. Дәлізге шықты. Көрші палатадан өз секілді бір келіншек көзі шалып қалды. Әрлі-бері жүрген сайын көзі түсе берді. Шыдай алмай медбикенің жанына кеп, бұл да түсік тастады ма? Басымен келіншекті меңзеді. Иә, Әлияның одан да бетер қабағы түсіп кетті. Бұның да баласы дамымай қалған емес. Жоқ, өз еркімен алдырып тастады баласын. Не? Әлияның көз шарасынан шығардай бақырайып, өңі бозарып, сол жердегі орындықтың біріне отыра кетті. Ойы аласапран, көңілі алабұрқан. Бойындағы аяушылық сезімі бірден жек көрушілік сезімге ұласып, неге, не үшін дей берді. Өмір-ай, мен ғой бір балаға зар болдым. Кең сарайда үйімнің барын қайтейін. Таңның атысы, күннің батысы қу тіземді құшақтаумен болдым. Берген баласын Құдай өз алды. Ал мына ел баласын алдырып тастапты. Ай, көгермегір-ай, дүниеге келмеген сәбидің не кінәсі бар еді? Бар болғаны анасының құрсағында демалып темілгені ма? Әлия ауыр ойға шомып кеткенін өзі де білмей қалды. Оған не себеп болды екен, мүмкін отбасылық жағдай ма? Бірақ әр баланың өз несібесі бар емес пе? Ой шіркін, жүйрік қой. Әп сәтте ойын сан-саққа жүгіріп кетті. Мүмкін баланы туып далаға тастағаннан жарық дүниенің есігін аштыртпай қойған дұрыс па еді? Кенет өзінің ойынан өзі шошып кетті. Жоқ, қай-қайсы да жақсы емес. Адамның жүрегі де сондай әрекетке қалай барады екен, Сонда оларда жүрек жоқ па? Сезім жоқ па? Қорқыныш жоқ па? Неткен безбүйрек жандар еді. Көп ұзамай әлі келіншек аяғынан тұрды. Әлия онымен қайта-қайта ұшырасып қала берді. Жүзінде қандай да бір өкініштің лебі жоқ. Аллай, мына бейбақ қандай күнә жасаған білмейді-ау, деді ішінен. Баласынан айырылып, қабырғасы қайысқан Әлия 4 қабырғаға қарап жата алмады. Көзіне жас тығылып, әр нәрсені бір ойлай береді. Міне балалы боламыз деп, күйеуінің де алышып жүрген жүзін елестетті. Әрі аунады, бері аунады. Тағы да күйеуін ойлады. Балалы болмай қалсам же? Осы жағдай тағы қайталанса, маңдай терлеп кетті. Өзінің ауыр ойынан жүрегі қысылды. Жата алмады, дәлізге шықты. Көп ұзамай Әлия үйіне оралды. Арада біраз уақыт өтсе де, күйеуінің де, енесінің де бұрынғыдай ыстық ықыласы байқалмайды. Болған жайға Әлияны кінәлайтын сақылды. Үй ішіндегі көңілсіздік Әлияның еңсесін баса берді. Ақыры шыдай алмады. Сенің маған деген көңілің бұрынғыдай емес сияқты. Жандос үндемеді. Теріс қарап жатып алды. Жандостың бұл әрекеті жанына батқан Әлия ашуға булықты. Осының бәрі маған оңай деймісің? Осындай ауыр күнде маған қолдау білдіріп, деме болдың орнына сенің бұның не? Баланы мен бөлтірген? Неге мені кінәлайсың? Иә, сен менің баламды өлтірген. Сол күні мен саған шешеңнің үйіне барма дедім. Тыңдадың ба мені?
Не болды ал ақыры? Осы перзентті қанша күттік біз? Жандос ойындағысын бәрін айтты. Доғар! Осы үлкен жанжалға айналды. Әлия қолынан ілген затын алды да киініп үйден шығып кетті. Оны тоқтататын ешкім болмады. Жандос түнімен ұйықтай алмады. Таң қылау бере көзілініп барады екен, есіктің қоңырауынан оянып кетті. Одан соң анасының ойбайлаған дауысын естіді. Тұра салып оң жағына қарады. Әйелі жоқ. Бір жамандық сезіп алып ұшып дәлізге шықты. Пагонды ұзын бойлы жігіт анасына сүйреп тұр екен. Бекем болыңыз. Бұл оқиға бойынша тергеу жүргіземіз. Әзірге көлік астына өз түстеген жорамалымыз бар. Қазір оны ауруханаға алып кетті. Жандос пен анасы алып ұшып ауруханаға жетті. Шутаева Әлияның жұбайысыз ба? Иә, Жандостың дауысы әрең шықты. Көзіне жас тығылып денесі дір-дір етеді. Әйеліңіздің аяғы ауыр болған екен. Өкінішке қарай әйеліңіз сәби мен ана дүниеге бірге аттанып кетті. Қайғыңызға ортақпын. Бекем болыңыз. Жандостың үні шықпай қалды. Тізерлеп жерге отыра кетті. Көзінен жас бірінен соң бірі тамып жатты. Ерсілі-қарсылы жүріп жатқан адамдар. Бірақ ешкім Жандосқа да, оның сол кезде күйіне де мән берген жоқ. Алайда Жандос үшін өмірі тоқтап қалғандай еді. Жаз, деді бір медбике. Өрімдей қызға, дәрігерлерге қояр арыз талабым жоқ. Әлгі қыз мектепте диктант жазғандай қайта-қайта сұрап қояды. Бұл жасанды түсік жасатуының алдында дәрігерлердің алып жатқан қолхаты еді. Көп ұзамай жарықтың есігін ашпаған тағы бір сәбидің тіршілігі тоқтамақ.